Егер де ол нәрсе болмаса, біз қайға баратынымызды түсінбейміз. Давай осы темаға кірейік, осы дұрыс дейді. Тойып алады да бәрін жазып тастайды. Қазіргі біздің қоғамның дерті деп айтсам болады. Осы сіздерге бір волшебный таблетка болады. Достар, бір сәт елестетіп көрейікші. Егер сіз соңғы 5 жылда қандай әрекеттер жасадыңыз, сол нәрсені келесі 5 жыл бойы немесе 10 жыл бойы жасасаңыз, қандай нәтижеге жетер едіңіз? Егер де сол нәтиже сізді қанағаттандырса, то сіз красавчиксіз, сіз дұрыс бағытта келе жатсыз. Ал егер де жоқ, мен бұлай жалғасқанын қаламаймын, мен өмірімді өзгерткім келеді, мен бір орында тұрып қалғандаймын, мен бай болғым келеді, ақылды болғым келеді деген сияқты, мен бір автопилотта тұрғандаймын десеңіз, онда бұл видео сізге арналады. Дәл бүгін осы видеода мен сіздерге осы саморазвитияны қалай неден бастау керек екенін 10 жасар балаға түсіндіргендей түсінікті тілде сіздерге жеткізетін боламын. Жалпы саморазвитияны бастауға бір 7 қадам мен сіздерге қазір беремін. Осы қадамды өмірлеріңізге енгізіп, дұрыс бағытта жүргендеріңізді мен қалаймын. Сондықтан да қазір бастайық. Жалпы бірінші қадамнан бастайық. Мысалмен келтірейік. Айдос деген бала деп алайық. Айдос рандомный бала. Осы Айдостың мысалына келтірейік. Бірінші қадам, жалпы саморазвитие неден бастаймын десеңіз, бірінші очередь қайда екеніңізді анықтап алыңыз. Мысалы, менің айлығым қанша, не істеп жатырмын мен, күнделікті өмірім қандай, азанда қаншада тұрам, қаншада ұйықтаймын, кімдермен араласам, не істеймін. Жалпы өмірімізді былай үстіден қарауымыз керек қой. Біз не істеп жүрміз өзі деген сияқты. Обязательно осы точка А дейді ғой, сол точка А-мызды нақты білуіміз керек. Егер де ол нәрсе болмаса, біз қайға баратынымызды түсінбейміз. Өйткені мысалы сіздер такси заказ бересіздер, бір жаққа баруларыңыз келеді ғой. Сол кезде сіздер жаңағыдай өзіңіз тұрған жеріңізді и баратын жеріңізді қоясыз. Егер де просто заказ бересіз, бірақ тұрған жеріңізді қоймаса, ол таксист қаяқтан біледі, сіз қайға бару керек екенін. Сол секілді де, мысалы, өзіміздің қай жерде екенімізді нақты білуіміз керек, и сол кезде ғана біз қайға баратынымызды анықтай аламыз. Және де сол есеп береді бізге. Сондықтан да қазір отырып, бірінші қадам дейсіздер де, блокнотты ашып, мен қандаймын, фрирайтинг деген нәрсе қолдансаңыздар болады, немесе просто сұрақтар жазып шықсаңыздар болады, қанша ақша табамын, не істеймін, анау мынау деген сияқты. Егер де жазғаныңыз ұнамаса, онда ұнайтын өзіңіздің точка Б-ңізді жазып, ары қарай жалғастырып кете аласыз. Сондықтан да бірінші сіздерге задача, бірінші қадам ол өзіңнің точка А-ңды білу. Енді екінші қадам, осы бірінші қадамнан кейін сразу шығады, ол екінші қадам қайда баратынымызды білу. Мысалы, жаңағы Айдос деген бала өзінің табысы қазір 300 мың болса, енді қаншаға өскісі келеді? Ол миллион ба, 10 миллион ба? Сөйтіп, әр сферадан өзінің жаңағыдай қайда баратынын түсінгісі келеді. Ол мысалы қазір иманы түсіп кеткен шығар. Мысалы 5 уақыт оқығым келеді, ананы істегім келеді, мынаны істегім келеді деген сияқты өзіне қайда бару керек екенін, сол нәрсені нақтылап, анықтап алуымыз қажет. Сол себепті де екінші қадам отырасыздар да, мен не істегім келеді, мен қандай жерге барым келеді, мен өзімді қалай көремін. Тек 1 айға, 2 айға жазудың қажет емес, жалпы 1 жылға, 3 жылға, 10 жылға, 15 жылға жазсаңыздар болады. Ол финансы бойынша да, жалпы тұлғалық даму бойынша да, барлық сфера бойынша жазып шықсаңыздар, сіздерге осы екінші қадам жеткілікті болады. Егер біз қайда баратынымызды білмесек, онда бізді бір рандомный жолға түсіп кете саламыз. Мен осындай болғым келеді деген болмаса, сенің немесе бір ағаң келіп алады, әкешең немесе бір танысың айтады, давай осы темаға кірейік, осы дұрыс дейді. Сен де өзің қайда барады екенін білмейсің, сен барасың сол нәрсеге кіріп, артынша айтып отырасың, сендер ғой мен осыға кіргізген деген сияқты қылып, жырты болып қалмас үшін қазірден анықтап алыңыздар, қайға барғыларыңыз келеді. И сол жолмен жүрген абзал. Ал үшінші қадам, бір ғана бағытты таңда. Көбінесе адамдар не істейді, саморазвитие дейді да, тойып алады да бәрін жазып тастайды, бүкіл сферанша бәрін өсірем деген сияқты. Олай бірақ болмайды. Сіз 1 апта жасауыңыз мүмкін, 2 апта. Сізге ең главный қай жерді жөндеу керек, соған бағыттап, соған фокус қойып, соған жұмыс жасау керек. Мысалы мен мынау нәрсені келтіре аламын, садақты. Мысалы садақты атқан кезде 4 оғын қойып тұрып ата алмайсыз ғой, 4 жерге дәлдей алмайсыз ғой. Тек бір ғана оқты алып, точно бір жерге ата аласыздар. Дәл сол секілді қазір бір мақсат қойсаңыздар, осыған жетем деген сияқты, тек бір салаға, бір сфераға қойғандарыңыз абзал. Сол кезде сіз оған тезірек жетесіздер, и сол кезде сіздер реальный нәтижеге жететін боласыздар. Мысалы, жаңағы Айдос деген баланың примермен келтірсек, ол бала тұрады да, қазір тек табысын өсіруге фокус қояды. Бар күшін соған салады, и ол соңында сол нәрсеге жетеді. Ал қалған сфералар қосымша жүре береді, бірақ қатты емес.
ол бірақ бір сферасын жөндеп алады. Адам бір сферасын жөндесе қалғанда бір бірімен тартыла бастайды. Допустим, ол тұрады, мен тек денсаулығымды жөндеймін, ерте тұра бастаймын, спортпен шұғылдана бастаймын дейді. Ол біреу өскен кезде басқа да сфералар өседі, жаңағы колесо баланс дейді. Сол сияқты мысалы ерте тұрса ол духовностьпен айналысады, ерте тұрса ол табысы да өседі деген сияқты әртүрлі нәрсе өсе бастайды. Сол үшін бірінші очередь мынау саморазвитияда жалпы бір жерге бағытты қойып, соған былай садақты жіберу ғой. Сол кезде басқа да сфералар өзі өсе бастайды. Төртінші қадам бұл күнделікті режим құру, яғни тәртіп, дисциплина. Ол нәрсе болмаса қалған бәрі полный хлам деп айтсам болады. Өйткені біз бір үлкен бір жетістікке жетеміз, бір кішкентай шагтар арқылы, күнделікті бір рутина арқылы. Біз типа бай болғымыз келе ма, біз күнделікті бір мысалы сделка жасап отыруымыз керек. Біз денсаулығымыз мықты болғымыз келе ма, мысалы өзім күреспен айналысқам, мысалы бір жарысқа бару керек па, мен бір жыл бойы күнделікті бір тренировканы жасай беремін. Сол секілді кез келген сферада дамығың келсе, онда режим қой. Қаншада тұрамын, не істеймін, қалай жасаймын, қай уақытта неден кейін нені жасаймын деген сияқты жалпы тәртіп болу керек. Бір мысал келтірейін. Өткенде менің бір досым Аргенбай деген жігітпен кездескен. Аргенбай білетін шығарсыздар, тиктокер, бүкіл әлемге танымал да. И сол келтіреді, ол Нұреке, как думаешь, оның өмірі қандай дейді да. Ол жаңағыдай Бишкек деген қаланың сәл ар жағында бір ауылда ма сондай тұрады екен. И ол мысалы күні қалай өтеді? Азында тұрады, барады, там тренировкасына барып қайтады, келеді, соның балалармен бірге контент түсіреді, тикток түсіреді. И ары қарай тағы да бір-екі нәрсесін істейді да барып ұйықтайды. И осы нәрсені ол күнделікті жасайды да. Күнделікті жасағаннан кейін, рутина сондай болғаннан кейін ол нәтижесі керемет болады. Түсіндіре алдым ғой, бәрібір сверхъестественный нәрселер жасамайды, күнделікті бір рутиналар. Өзіңіздің рутинаңызды түсініп алыңыз. Мен азанда не істеймін, түсте не істеймін, кешке не істеймін, и қай салаға мен көңіл бөлемін деген сияқты. Вот осы төртінші қадам. Бесінші қадам бұл өте үлкен қазіргі біздің қоғамның дерті деп айтсам болады. Алып жатқан біліміңді бірден қолдана алу. Көбінесе мынандай, бізде қазір YouTube қарап отырсыздар, курстар бар, басқа бар. Адам өте береді, кітап оқи береді, бірақ ол нәрсені қолданысқа алып келмесе, ол бір мусор жинап жатқандай болып теңестіре аламын да. Мысалы айтады ғой, информация без практики это пустой хлам дейді. Сіз қазір менен ақпарат алып жатсыздар. Егер ол ақпаратты қолданбасаңыздар, ол мусор болады. Ал егер ақпаратты қолдансаңыздар, ол білімге айналады. Түсіндіре алдым ба? Вот информация деген ол істелмеген, просто тұрған ақпарат, а білім деген ол әрекетке көшкен ақпарат. Түсіндіре алдым ба? Сондықтан да қазір мына видеоны көріп жатсаңыздар, сразу әрекетке келіңіздер. Осы қай қадам, неден не жасаймын деген сияқты сразу өздеріңізге бір шагтан болсын бастап кетіңіздер деген ғой. Получается, осы бір идеалым ба, бірден іске кіріс. Басқа жерден бір үлкен, мысалы сіздің ағаларыңыз болмақ, мықты кәсіпкер ағалар бір сізге идея айтып қалды ма, болды, сразу өмірімізге енгізуіміз керек. Либо енгіземіз, либо енгізбейміз. Сол екі выбор бар да бізде. Енгізген әлде қайда дұрыс, и оның нәтижесі болады. А енгізбесек, біз ешқандай нәтижеде алмаймыз. Сондықтан да осы нәрсені түсінуіміз керек. Бұл 5-ші қадам. Ал кеттік 6-шы қадам. Бұл қадам енді тағы да айтайын, бір ең басты қадамдардың бірі бұл ортаңды тазалау. Кімдермен араласып жүрсің, не істеп жүрсің, сол нәрсені бір осознавать етіп, бір ойлану керек шығар. Өйткені біз яғни бүкіл енді үлкен кәсіпкерлер болсын, үлкен мықты адамдар болсын, айтады ғой, там 5 досың кім, 6-шысы сен сондай боласың деген сияқты. Бұл ақиқатта, бұл факт дейді. Жас болғанда бүйтіп шекемізге міне осы деген сияқты. Бірақ біз ол нәрсені қарамаймыз, ол нәрсені біз елемейміз да. Нормально деген сияқты. Бала кезден жүріп қой, анау мынау деген сияқты нәрселерді кіргіземіз. Жоқ, олай емес. Сіз егер де жалпы дамығыңыз келсе, ол андай ғой, орта, ол жұқпалы ғой. Ол мысалы біреу бір нәрсемен ауыра ма, ол сізге де жұғады. Сол секілді өзіңіздің ортаңызды, айналаңызды бір қарап шығыңыз. Оған кәдімгідей жазып, мынау мысалы Арман, мынау Айдос, ол не істеп жүр, оның иманы қандай, оның спорты қандай, оның табысы қандай, анау қандай, мынау қандай, барлығын жазып, адекватно қарауымыз керек. Ол жақсы адам ғой негізінде деген болмайды да. Өйткені сіз өміріңізді бір ставкаға тіккендей боласыз да. Ладно деген сияқты, бірақ олай болмайды да. Сіз өмірге келдіңіз, сіздің алғашқы бір миссияларыңыздың бірі ол өзіңізді дамыту. И ол нәрсеге сіз әшейін жай қарауға болмайды. Егер сіз қазіргі өміріңізбен келіспесеңіз, онда бұл нәрсені жасау керек болады. Егер де все нормально, все окей десеңіз,
ештеңе өзгертпей ақ қойсаңыз болады. Ал кеттік соңғы жетіншісіне келдік. Бұл бір волшебство ғой. Бұл қандай волшебство? Бұл сабырлық пен тұрақтылық. Жаңағы айтылған нәрселердің бәрін енді біз сабыр ұстап, сол нәрсені тұрақты түрде жасап отыруымыз керек. Мен қазір соңғы кездерде накопительный эффект деген кітап оқып жатырмын. Сол жақта да айтады, жалпы бір адамның бір нәрсеге жетуі алғашқы 1 айда, 2 айда, 3 айда, даже 6 айда онша қатты білінбейді. Жаңа да мен бір досыммен қазір біз тренировкадан келе жатырмыз, бокстан. Ол жаңа айтады, мен уже 4 ай болып қатысқаныма, бірақ мен 4 айда бір өзімнің бір қатты өзгергенін байқамаймын дейді. Может сырттан байқалатын шығармын, өзіме бір сәл-ақ бір выносливый болған шығармын деген сияқты ғой. Бірақ бұл ол жігіт егер де ол нәрсені жалғастырып, дальше алып кете берсе, бір 1 жыл, 2 жыл, 3 жылда ол нереальный, колоссальный өзгерісті байқайды. Получается, біз адам қалай ойлайды? Біз мынандай график болатын болса, біз жай өсіп өсеміз. Бірақ олай емес. Біз былай бір орында тұрғанда күнделікті әрекет жасаймыз и бац, бір күн атамыз. Дәл сол сияқты кәсіпкерлер болсын, спортсмендер болсын, басқалар болсын, әртүрлі кез келген саладағы адамдар болсын, осылай рутинаны сабырлы түрде тұрақтылықпен жасап келеді да, бір момент атып кетеді. Сол кезде ойлайды адамдар, мынау тез өсіп кетті ғой, тез байып кетіпті ғой, тез чемпион болып кетті ғой деген сияқты. Бірақ олар артындағы сабырлықты, тұрақтылықты ешкім әлі көрмеген. Сондықтан да осы 7-ші қадам бұл сиқыр ғой, нағыз волшебство да. И осы нәрсені қолдануыңыз керек. Өзін-өзі дамыту, яғни саморазвитие, бұл бір күні басталып, бір аптадан бітіп қалатын тема емес. Бұл өзіңнің өміріңді жауапкершілікке алып, ұзақ мерзімге аттану, бір өзіңізге бір атқа мініп, анау Америкаға кеттім деген сияқты бір оймен жүресіз ғой. Күнделікті бір қадамнан. Енді біз қорытындылай кетейік. Жалпы 7 қадам қандай қадамдар? Біріншісі өзіміздің қай жерде екенімізді білу, яғни точка А. Екіншісі қай жерге баратынымызды түсіну, точка Б. И бұл жерде маңызды нәрсе, обязательно жазыңыздар. Что не написано, то и неправда деген нәрсе бар. Сол үшін де обязательно жазыңыздар. Үшінші нәрсе бір бағытты таңдау. Төртінші нәрсе режим, тәртіп ұстану, тұрақты болу. Бесінші нәрсе алған біліміңді бірден қолдану. Алтыншы нәрсе ортаны тазалау, ортаңды дұрыстау. Жетінші нәрсе бұл сабырлық және тұрақтылық. Осы 7 нәрсені істесеңіздер, өмірлеріңізде бір магия болады. Осы ғой мен волшебный таблетка іздеп жүрген адам ғой. Осы 7 нәрсені істеңіздер, осы сіздерге бір волшебный таблетка болады. Сіздер 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін өмірлеріңіз қалай өзгергенін байқамай қаласыздар. Қазір енгізесіздер, бірақ бұл бірден сіздерге бір нәтиже бермейді, бірақ ұзақ мерзімде алып қарасақ, онда сіздерге үлкен нәтиже беретін болады. Ал сіздермен мен Мұхатаев Нұрдәулет, Нұрекеу деген менде лақап атым бар. Инстаграмға подписка жасап қойыңыздар. Егер де мына видео пайдалы болса, өзіңіздің алған инсайттарыңызды төменге жазып кетіңіздер. Және ары қарай қандай видео шықсын деген бір өздеріңіз ойларыңыз болса, төменге жазып кетіңіздер. Мен барлық комментарияны оқимын, қараймын, сараптаймын. Жалпы командамызбен бірге ары қарай сіздерге керемет контент шығаруға біз өз үлесімізді қосамыз.